Так, бүгін бізде прямой эфир, маған сайт жасаймыз. Практикумыма запись экранына қосып қоя салдым. Эфирдан көре алмаған кісілерге, ютубқа сіздерге қанық күшті көрінетін болады. Так, мына жердегі артық заттардың бәрін жауып тастаймын. Қазір фигманы да, тильданы да қосып жасаймын. Көреміз. Даже искусственный интеллект пайдаланамын ба? Қазір көрейін деп тұрмын. Жаңа тез-тез бір сайтты тапсырдым. Дипломдық жұмыс, мынадай сіздерге көрсетейін ба? Главный страницасы, так, штор жағдайым, главный страницасын 10 минутта жасадым, өйткені бұрынғы жасаған проектларынан алдым. Bir сөзбен айтқанда, осындай күшті дипломдық жұмыс 50 000 теңгеге бірнеше күн жасадым, 2-3 сағат қана уақытым кетті негізі. Так. Мен негізі өзіме практикумның сайтын жасап бастап қойған едім. Қазір соны ашып алайық. Так, практикум. Так, болды. Менде осындай стильді таңдадым. Так, не қайда? Вот, примерно осындай искусственный интеллектпен өзімнің аватарымды сөйтіп жасап, видео жасап қойғанмын. Бұның дауысы шығып тұратын болады негізі. Мен инстаграмда дәл осы бар. Дауысы шығып тұрады, құстардың дауысы. Солай дайындағам. Қазір енді біз жасаймыз. Қай күні басталады деген информацияны басында беріп кеткім келіп тұр ше. Так, бір блок қана дайын, бірақ блок. Бір блогым дайын. Вот, бір аптада веб-дизайнер шығаратын онлайн практикум, Pixel Queen, Instagram, WhatsApp, все. Так, енді келесіге міндетті түрде көбісі қояды. Курс кімге арналған деген тақырыптар қояды негізі. Мына жерге маған кнопка керек. Осы жолы бірақ компьютерный форматына қатты мән беріп жатқан жоқпын почему-то. Телефон форматына қатты мән беріп жатырмын, енді қазір көреміз. Так, бірінші бет. Пока бірінші бетті осылай қалдырамыз, бірақ мен қосымша бірінші бетте тағы старт, мысалы қай күні болады деген сияқты информация тұрғанын қалар едім. Или мына жерге жазып қоямыз да қазір. Так, ладно, пока қалдырамыз. Енді келесі бетке мен не деп жазғым кеп тұр? Не деп жазғым кеп тұр? Так, курс кімдерге арналған дегенді жазамын. Менде ChatGPT-да бар курс кімдерге арналған деген тема. Так, ChatGPT сайттар, сатылым. Так. Так, қай жерде? Так, бұл жаңадан чат аша саламыз. Так, практикумда сайт жасайын деп жатырмын. Практикумның аты Pixel Queen. Так, ой. Курс так. Практикум кімдерге арналады деген блогқа ақпарат керек. Мен қай чатта екенін білмеймін, просто қазір сол чатты
іздеп отырмай, уақыт құртпай сразу ChatGPT-ден сұрап жасай саламын. ChatGPT почему-то менің таргетологтарымды ұмытып кетеді. Менің ең бірінші аудиториям ол таргетологтар. Так, плюсті басамыз, және бізде нулевой блок. Нулевой блокта мен ойлап тұрмын, дизайнды примерно қалай жасаймын. Так, мынадай карточка жасағым келіп тұр. Телефонмен де, планшетпен де, ноутбукпен де ашқанда ыңғайлы болатын. Так, мынау бізде бұрышын айналдырамыз карточка. Так, бордюр дегенде, бордюр, радиус примерно 20 аз болады екен. Негізі бар ғой, көп стандартный нелермен қиналмаймын мен. Осылай жасай берем. Так, мына жерден бір сайтты ашып алып қарайыншы. Короче, мне нравится вот этот цвет. Сохранить. Pixel күйінге арналған осындай бар сайттары. Так. Іздеп көрейін, бармайды, жоқ беді. Жарайды, болса болды, болмаса любой файлымды аша салайын. Бұл бізде фигма. Фигмада өзіме мынадай қылып жасап бастағанмын. Міне. Бірінші беті. Қазір. Мынадай жасап қойыппын ғой. Мынау есімде жоқ, білесіздер ме? Есімде жоқ, онда бетеміз. Мынаның бәрін негізі мен неде жазамын, артын көшіреміз, мынаны көшіреміз. Дизайн жасағанда күшті ше, верстка жасаудың күшті нәрсесі. Мен кейде мыналарды готовый ретінде, мысалы, көшіре саламын, иә? Осылай готовый көшіре саламын да, тильдадан не қоя саламын. Вектор ретінде көшірейінші, вектордың качествосы жақсы. Иә. Так, тильда қалып барамыз. Бұны жасағанымды ұмытып кеттім ше, представляете? Мен қазір басқа дизайн придумать етейін деп отырмын ғой. Так, мына жерге картинка таңдаймын. Мына файлмен загрузкада жаңа векторды қоямыз. Кнопкам дайын. Мына жерде дизайн қалай тұр? Pixel Queen и астында мына текстіні қазір жазамыз қайтадан. Pixel Queen. Телефонмен ашқандағы ең жақсы істеу керек нәрсеміз, ол біздің телефонмен экранды ашқанда мынаның бәрі бір жерге сыйып тұру керек ше. Соны жасауым қиынырақ болады ма деп ойлап тұрмын. Мына жазуым міне. Мына жерге ұшы сыймайды. Так, блокты жоғары көтереміз. Мына жер дейді. Так, ортаға қоямын. Көрініп тұр ма? Так, 15 үлкен, 12, 11.
Так, давай телефонның форматында істейік. Мына жерде телефонның форматында ортаға алып келеміз. Бұл жерде наоборот үлкенірек жақсы болатын сияқты ортаға қойдым. Мына текстіні ортаға қойдым. Мына жағын үлкейтейін. Текстінің шрифтін іште үлкейтсем жақсы болатын сияқты. Мынадай сыймаған кезде просто фигмаға барамын да. Артындағы бар ғой. Соны просто үлкейтем. И алып заново көшіре салам, болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Это тез-тез. Кері қайтамыз. Так, мынаны қайтадан кнопканы жаңадан қоямын. Ой. Вот, енді дұрыс болған сияқты. Енді телефонға барайық. Мына жерде компьютер мен телефонның форматын байқадыңыздар ма? Екі түрлі. Так, кішкене жоғары көтеремін. Мына Pixel Queen деген жазуым менің негізі чуть выше тұрса, мына кісілерді чуть жоғары көтерсем тоже, және ортаға. Өте жақсы. Енді сақтаймыз. Бұл жерде енді кнопка, бутон қоям. Бутон. Бұл жерде кнопканы прозрачный етемін мен қазір. Өйткені менде уже кнопка бар ғой мынау. Просто бутонды мына жерден. Ой, бутоным қайда кетті. Міне прозрачный етемін. Кейде бывает рамка қойсам болады, например, да, қазір көрсетемін сізге. Вот бордюрға какой-то бір чуть-чуть анықтап көрінетін цвет қойсаңыздар, пиксель берсеңіздер, бірі деп осылай істеуге болады. Бірақ мен қазір вообще алып тастаймын. Мына текстіні тоже прозрачный қойып. Ой, кетіп қалай берді ғой. Так, ладно. Точка қойып қояйын онда. Обязательно бір нәрсе жаз деп тұрған маған. Міне, точка. Оның шрифтін азайтамыз. Түсін алып тастаймыз. Жоғалтып алмас үшін мына жерде міне кнопка болып тұрады. Бордюр белый 1 пиксель. Енді кнопканың үстіне апарып қоям. Міне, адамдар басқанда осының үстін басады. Так, радиус бар екен, радиусын өзгертеміз. Радиусын өзгертеміз. Және де қазір мен бұны прозрачный қылып тастаймын. Енді просто мына кнопкамен аламызда группа жасаймыз, чтобы былай да былай кетіп қалмас үшін. Анышный группа. Все болды. Так, енді компьютерный форматта сөште тұр ма? Тұр. Сотовыйда қайда тұр? Сотовыйда алып келеміз. Сотовыйда былай дұрыстаймыз. Болды групп. Бірінші бетіміз дайын, тек қана бізге ссылка қою керек. Ссылканы WhatsApp-қа қоямыз. Ол үшін ссылка на WhatsApp дейміз. Так, ссылка на WhatsApp. Любой конструктордан ссылка на WhatsApp жасай саласыздар. Так, 700. Менің номерім. Так, практикумға төлем жасаймын деп қоям. Өткен чат-бот қосқан кезде сразу
чат бот ссылкасын жиберип отуратын адамдарга. Бирок бул сөздү ойлоп турмун, может өзгөртсем ба? Ой, фреймде турмун ғой, тилде. Так, вот, на жерде все готово. Биринчи паракчамыз дайын. WhatsApp бизде линк бар экен. Instagram ссылка бизде бар экен. Болду, баары дайын. Саат уже 11 болду, менде 1 саат убакыт калды. 1 саат және 5 минут. Так, карайбыз. Ура, ура. На Pixel Queen'ди көтерүү керек. Значит, текстті да көтерсек болады. Так, стоп. Мен текстпен байланыстырыппын мына жерде. Group бәрін бірге. Бәрін бірге. Так, группты көтереміз және Pixel Queen'ді. Так, міне жоғарыға көтеріп жатырмын. Клавиатурамен көтеріп жатырмын, байқасаңыздар. Және Queen деген жазудың өзін чуть выше көтеру керек екен. Так, мына жерде де Queen мен астындағы не қатты жақындап кетті. Сондықтан Queen'ді көтерем. Және Queen'нің өзін бөлек тағы көтерем. Арасына воздух беру керек. Так, болды, дайын. Енді мына жерге менде сторонний звуки қоюым керек. Ол үшін мынадай не деп айтады? Колонканың суретін қоям. Ол колонканың суреті негізі менде мына жерде бар. Соны алып қоя салам. Мына жерде шақыру қағазын жасаған видео мен бар. Сол жерден алам да қоя салайын деп тұрмын. Так. Міне мынадай знак болу керек та. Бұның не деп айтады? Классын сондайларын настроить етесіңдер, и все, мне мынадай класс бересіңдер, болды. Так, вот этот элементті мен ана жаққа қалай көшіре алады екен? Бұлай көшіре алмаймын, қателеспесем. Көшті ме? Көшті, прикиньте. Так, бұған класс береміз. Класс name. Бұл класс name. Бұны енді кішкентай ғып қоямын. Қатты көзге бұның түсуінің қажет жоқ негізі. Ой, қайда кетті? Түсі ме? Түсіміз ба? Аты қандай надо? Так. 2-де 4 теді. Дәл осы. Так, бұл артқы фонға кетіп қалды. Бұны көтереміз. Енді бұны көтереміз, бірақ бұған класс береміз. Просто уақытты көп терять етпеу үшін просто мен осылай көшіре салам. Play music class. Мне тұрғын не? Play music class деп. Все, болды. Енді бұған просто сторонный не қойып қою керек. Сторонный музыка. Міне. Осындай Dropbox-қа видеоны салып, звук істеп қойғам ғой. Бұны бәрін копировать етіп аламын да. Қазір просто файлдың орнын ғана ауыстыра саламыз. Так, мына жерге HTML код. HTML код. Так, HTML код. Все, вот видите, вот этот сайт. Сохранить, закрыть дейм, пока бұл жерде басқа музыка қосылып тұр. Көрсетейін ба? Ал менде бұндай емес музыка. Менде басқа.
Неге менің кнопкам мына шетте тұр? Потому что ауыстырмадық. Ладно, музыка болып тұршы. Так, ол үшін мен қайда барамын? Ол үшін мен кіремін мына сайтқа. Менде сол жерде сақталған музыкалар сол жерде тұрады. Так, осы жерге менің жаңа видеомдағы музыка бар ғой, соны қосуым керек. Так, вот. Осы жерге енді мен музыкамды ал, әйгерім музыкамды тауып ал. Так, капкатта бар ғой деймін, қателеспесем. Так, мен практикумның темасы сіздерге шығып тұр, иә. Бұл бүгінгі эфир тек қана сайт жасайтын адамдарға. Так, міне. Так, мына жерде осының артқы музыкасын бар. Иә, осы қателеспесем. Так, play деген қайда? Вот, осыны загрузка жасаймыз қазір mp3 деп. Так, mp3 деген жоқ екен. Так, mp3 деген жоқ екен. Онда не істейміз? Онда қазір вот мына жерде видео дейді. Звуки. Ладно, қазір скачать етеміз да. Просто интернеттен mp4-ді mp3-ға айналдырамыз. Құлаққа жағымды. Так, осындай күшті сайт істеп, искусственный интеллекттің өзім күшті жасап алдым да, кәдімгідей өзімнің көңілімнен қатты шығады. Так, mp4 to mp3. Yes. Конвертация жасаймыз. Так, что здесь скачать етейік? Так. Қайда менің видеом? Мында бар екен бе? Так, конвертация. Дайын ба? Так, көшіреміз. Так, загрузить просто файл. Загрузка. Так, Я в жерге. Практикум поставить.
қойдық. Енді осының ссылкасын копировать етіп аламыз біз. Ссылка скопирована дейді. Так, мына жерге қоямыз DL. Ішіне. Потом мынаның алдына DL и точка. Так, енді көрейік, менің музыкам қосылды ма? Музыкам қосылған жоқ. Неліктен? Мен сол ссылканы алдым ба? Практикум курстар дедім. Копировать ссылку. Енді бұл жерден қателесуім енді мүмкін емес менің. Неге қосылмайды олар? Мынау жабылып тұр ғой менде. Мынау звук қайда? Мына жерден жауып тастадым ба жаңа? Ой. Міне. Жоқ, бәрін шықпай тұр. Почему? Так, стоп. Бар дауысы мұн жақта. Или кодты дұрыс жазбай тұрмын ба? Весь экран открыть. Нормально. Копировать. Просто мен мына жақтан бөліп тексере беремін ше, негізі соның өзі қанша уақыт алады. Дауысымыз
Так, все, ұзақ отырмаймыз. Келесі бетке кеттік. Келесі бетте менде фигмада почему-то фигмада студенттердің кейстарын жіберіппін. Сондықтан бізде болады студенттардың кейсі. Осы шрифт почему-то өзіме қатты ұнады. Осыны қалдырамыз енді. Так, кеттік студенттардың кейсі. Маған компьютердағы фигманы ашу керек па? Файлдар оқымай отыр. Так, негізі мен жесткий дискімдағы файлдар сосын оқымай жатырмын. Жақсы шрифтларды көшірген кезде жаман шеті ол компьютерда немесе флешкада сондайда тұрады ғой. Сол каждый раз фигманы компьютерда запускать етіп отыру керек. Как приложение қосып қоясың ғой, сол сияқты содан кейін неде браузерда жұмыс жасай береді. Так, студенттер кейсі қазір мына жерге блок қылып ашамын, бірақ zero блок. Zero блок. Студенттер кейсі. Менің студенттерімнің жұмыстары. Так, бұны мен қайда қоям? Бұл бір шетте тұру керек, я? Мына шетінде тұру керек. Яғни, мына жерде бізде телефонның мынау шеткісінде тұрады, мына жерінде. Міне компьютердің негізі бұл шетіміз мына шетіне қойылым деп тұр. Ешқандай. Ладно, хорошо. Так, мына жерде қандай бізде шрифтпен тұр? 80. Негізі экспортировать ете салуға болады. Бұның бәрін үстіп отырмай ше. Так, мен танымаған шрифтім қайда? Бұл ма болмыз ба? Так, бұл емес сияқты. Мынау жоқ басқа. Так, халқым. Да, көшірек. Так, мына жерге көшірек. Так, оның қандай форматы жоқ екен. Так, қазір бетеміз бұны да. Так, лов деп тұрған не? Бізге қандай формат керек? Лов керек. Так, ловтардың бітті ма? Бәрі бітті ма? Лов, Наурыз, Гротеск, Освальд, Семиболт, Дружок. Так, Дружок бар ғой?
үлкен әріптермен жазу керек ше маған. Спонтанный эфир ше бүгін. Спонтанный эфир, но соның өзінде надеюсь жасап шығамын қазір бәрін. О, бәсе. Студенттер кейсі. Қайда? Так, студенттер кейсі деп былайын ұзыннан. Мына жерге шрифтісін кішірейтеміз, 50. Отыз. Так, студенттер кейсі. Бұның астында бізде тағы текст бар мынадай. 101 баннер дейді. 01 арасында орын бар. Баннер. Так. Мына сызыққа қоямыз. Мынау линиялардың жақсы жері, осындайларда қойғанда бәрі бір уровеньде тұрады, соның үшін жақсы. 55. Енді ортасына оранжевый кнопкамыз бар. Так, тумпыр. Қай уровеньде 106. Ойбай. Баннер. Так. Жарайды, кішкене жақындатайын. Так, енді бізге круг керек. Кругымыздың түсі қандай? Так, 70% дейді. Прозрачность. Міне түсі. Және 70% прозрачность. Бұл мына жерде тұрады. Және 15-те 15 стандарт 10-да. Да, 10-да 10 жеткілікті. Мне кажется, прозрачность жарайды. Сіздерге 5 болу керек екен. Так, болды, студенттер кейсі. Размерін кішірейтеміз, кстати. 20. Бәсе, бірдей болып тұр 20. Так, онда және мына жақында іште 3, іште 2, іште 3. Интересно. Ладно. Так, баннер 55. Аха, все. Студенттер кейсі бұл дайын. Ой. Так, былай қысқартамыз. Бүгін сайт жасайтын эфир. Студенттердің кейстары. И ар жағына мен не қосам? Галерея қосқым кеп тұр.
не мынадай галерея қылсам, бірақ мен мына жерде описаниені, блогтың текстін бәрін алып тастаймын. Және үстіндегі сверхуды отступ 0 қоямын, өткен текст қана көрініп тұрғанын қалаймын. Снизу 1. И 12 колонка дейді, хорошо. Отступ слева, хорошо. Так, высота изображений дейді, отступ между изображениями, радиус. Так, кнопка дегенді көріп тұрмын ба? Жоқ, көріп тұрған жоқпын. Ладно, әзірге осылай қалдырайық. Кнопканың размерін кішірейтсем деп тұрмын. Стиль 2. Стрелка по умолчанию. Стороны изображения. Так, средняя. Стрелка средняя, низ маленький. Стиль 1, 2 деген не екені? Мынадай стрелка яндайды. Отступ стрелки снизу дейді 50. 40. О, 30. Я осылай жақын болған дұрыс. Так, средний. Тонкий. Өте тонкий. Так, все. Негізі мен мынадай қылып дайындағам. Осылай просто листать етіледі деп. Бірақ қазір ойлап тұрмын. Лучше осылай қала берсін деп. Так, мына суреттерді отдельно көшіреміз. Вектормен көшіп жатырмын. Вектормен көшіргеннің пайда жері андай тексттардың качествосын терять етпейді. Тексттар, пикселдар күшті шығады. Ой. Так. Енді мына жерге загрузка жасаймыз. Негізі зероблокпен сөйтіп жасайым деп ойлағанмын. Бірақ ойлап тұрмын да, зачем бәрін 0-ден дайын блоктарды да пайдаланайын деп. Так, слишком большой дейді. Қайсысы? Вот это слишком большой дейді. Почему? Заново. Так, значит, PNG кетеді бұл жерде. PNG бірінен көрейік. Слабыйымыз не істейміз. Загрузка. Ой, үшінші суретіміз қайда? Төртінші сурет. Әзірге төртеу, әлде де суреттер қосамыз. Так, главный бізде шаблон дайын. Бұның енді астына жазатын тексті бар. Студент кейсі копировать етіп алам. Редактировать етейік. Так, снизу. Жоғарға тақап жазамыз қазір. Өткен мынадай жазу керек. Әсел. Студенттердің аттарын жазып қойын деп тұрмын ғой кәдімгідей. Әсел. Товарная карточка. Бірақ мына жерді ойлап тұрмын, бұлай қалай болады екен. Әр суретпен бірге листать етілу керек. Мысалы, мына суретте бізде не жоқ. Текст. О, заголовка бар екен міне. Описание заголовка. Заголовкаға жазамыз әсел деп. Аха, әсел.
Описаниеге жазамыз товарная карточка. Көрейік қалай шығады екен. Вот астына. Ура! Так, мына жерге не шықпайды екен, сондықтан мынаяқтан өзгертіп көрейін. Типографика, заголовок. Заголовокты мен таңдаймын Neuropol, но экстра болт. Сохранить. Вот, міне, әсел. Енді размер 20 пиксель. Әсел. Товарная карточка. Все. Так, енді бағасын жазамыз. 15 000 теңге, 1 сағат жасайды деп. Оны тоже көрейік, маған жазуға бола ма екен. Осылай үйренесіздер. Товарная карточка, описание изображения. Болмайды екен. 15 000 теңге. Точка. 1 сағат жасады. На ортадағы точканы қалай істесек болады? Так, ладно, пока оставляем вот так. Описание изображения дейді. Енді бұның мен түсін өзгерткім келіп тұр мына жерден. Настройка, типография, описание. Вот описание. Бұл жерге осы түс па? Так. Түс деген. Міне ғой. Міне бастап түс. Размер. Біз. Вау, вот. Енді талшынасын қалындату керек. Типография, описание. Бізде описание Освальд па? Монтессерат екен. По умолчанию Монтессерат. 7 болып тұра берсін. О, ура. Все, осылай жазып шығамыз. Мә, бүкіл студенттерім аттарын есіме түсіру керек болды ғой енді. Мына жерде бізде бір сурет жоқ. Міне. Все болды, осылай мен кейін аттарын толықтырып шығам, это потом. Так, осылай толықтырып шығамыз. Так, бізде бір шаблон дайын. Так, мынау бізге уже керек емес болып қалды. Енді әр қарай бізде не бар? Екінші сайт дейді. Ол үшін жаңағыны бекер өшірдік. Міне, мына жерде жоқ дұрыс өшірдік, өйткені мен мынаны алу керекпін ғой. Міне, мына жерде 2 деп жазам ғой қазір. Студенттер кейсі дегенді удалить етеміз. Және мынаны жоғарыға көтеремін. Кішкене төбесінде орын қалады. Так, мына жерге 2. Сайт болады. Міне, сайт. Так, телефонда жоғары көтереміз. Так, вот так. Студенттер кейсі баннер. Мына жерде 2 колонка.
опубликовать етіп көрейік. Практикум. Так, үстіне место керек, или мына жерге бір переход керек. Үстіне бір переход керек. Все, мына жерге бір переход ойлап табамыз. Хорошо, это не проблема. Или андаймен жіберу керек, ареттан же. Оны жіберсем мыналарға жұмыс істемей қалады. Все хорошо. Так, таңда мына жерге бір переход ойлап табамыз. Студенттер кейсі, бір баннер, екінші сайт дедік. Так, ладно, дайын шаблонымыз бар, сонымен кете берейік. Так, мына суреттер менде сайттар қалындай өтті. Сайттарда да суреттер керек. Асел лендинг пейдж деп жазыппын. Так, значит, мынаны көшіреміз. Төмен түсіреміз. Аха. Өзгертеміз мына жерде текстті. Описание 30 000 теңге. Түнде 3 сағат. 3 сағатта жасады. Әселдің астына ештеңе жасамаймыз, мына жерге лендинг пейдж деп көрейік. Әсел лендинг пейдж. Ладно, хотя бы так. Потому что тағы бір ряд керек екен, мына жерге жазсам не шығады екен. Ештеңе шықпайды екен. Жарайды. Так, студенттердің аттарын маған еске түсіру керек. Так, сайттарды салу керек. Түсіндік. Сайттардың орны бар. 3 сағатта. Искусственный интеллект. Так, дәл осылай текстті көшіріп аламын. Дәл осылай картинканың блогын көшіріп аламын. Және де мына жерге 3 дейміз да и деп жазамыз. Мысалы, главный осылай шаблондарды дайындап алсақ, шаблондарды дайындап алғаннан кейін уже картинкаларды қою, текстті жазу деген бір жарты сағат уақыт алады. Енді объемға қарай, бірақ мен практикумда шағын дизайн болғандықтан ойлап тұрмын, бір жарты сағат қана уақытым кетеді деп. Так, дұрыс па? Иә. Save. Так, бізде вот қараңыздар. Мен студенттерімнің баннер кейсі бар, сайты бар, және искусственный интеллектпен жасаған нелерін қоямын, суретін сразу. Так, бастауға дайынмын кнопка, менің кнопкам. SVG көшіріп аламын да. Осылардың астында тұру керек, ол сондықтан. Так, zero блок опять керек болады маған. Так, давайте zero блокқа осылай қоямыз. Так, мына жердегі размерді қанша екен мен көріп алайын. Осымен бірдей болу керек бәрі. Міне, мына жердегі кнопканың размері вот 318 дейді. 318-де 63. Так, кеттік.
картинка. Так, кнопка. 318. Иә, дәл осылай ортаға қоямыз. Так. Бұның үстіне бутон қоямыз. Бутон. Именно бастауға дайынмын деген жерде негізі мен ойлап тұрмын да WhatsApp-қа емес бір жерге жағдай бағдарламаға қарай ма, келесі блогқа қарай ма, или сразу оплатаға өткізетін ссылка қойғым келеді негізі. Солай қойсам дұрыс болады ма деген менде ой туындап тұр. Кнопка үлкен, картинка үлкен. Енді бұл екісіні алып мына кнопканы кету керек екен маған. Так, кнопкамды жоғары көтерейін. Және де группировать етейін. Так, кнопкам бар, бірақ ешқандай ссылка қойылмады пока. Өйткені сайттың басқа блоктарына жібергім келіп жатыр да. Міне кнопка опубликовать. Так, студенттерімнің аттары шығып тұрады кейстарымен, жұмыстары шығып тұрады. Мен оны былай жылжыта аламын. Өте удобно. Что-то ұзақ загрузка болып жатыр. Мына жерде бір суретім почему-то шықпай тұр. Хотя 4 сурет. Ладно, проверка. Кнопкам астында. Очень хорошо. Так, на блокқа дейін біз болдық. Енді бар, курс кімдерге арналады. Негізі бұрын курс кімдерге арналады деген главный страницадан кейін жүреді. Бірақ мен осындай шешім қабылдап тұрмын. Бірінші кейстарымды ғана көрсетіп, содан кейін барып студенттерімнің жұмысын көрсетемін. Енді қазір мен мынаның бәрін текстті көшіріп отпай, экспортировать еткім келіп тұр. Так, бағдарлама. Так, экспортировать еткім келіп тұр. Сондықтан мен жаңадан сайтқа блог ашамын қазір. Zero блог. Жаңадан Zero блог ашамын, ішіне кіремін. Керек емес информациялардың бәрін өшіремін. И настройкадан import from Figma деген болады, осындай, соны аламын. Мен қазір бірінші маған загрузка жасау керек блог осы. Осының ссылкасын алып, тильданың мына жерінде URL деп тұрмын, не осы ссылкаға қоямын. Енді токен дейді, маған токен деген керек. Ол үшін мен мына жерден шығамын. Менің жеке кабинетімнің ішінде, мына жерде настройкада болу керек токен. Қазір қайсында еді? Міне, мына жерде где-то міне генерация токен деп тұрады. Осы жерден менде бір галочка қою керек. Стандартный бір жер бар қазір. Read, write, кажется, сосын наумет. Файл версион, файл дate. Так, мен көптен бері не жасамаған, ұмытып қалыппын қазір. Кімнен сұраймыз? Представляете, менің көмекшім ChatGPT сұраймыз. Так. Тильда импорт дегенде чат бар ма екен? Так, Figma импорт токен.
жоқ, сен қателесіп жатырсың, маған мынау керек деп экранды копировать етемін да. Копировать. Просто қай жерге галочка қоямын. Галочка. Осы ChatGPT-ді ойлап тапқан адамға ой, алғысым шексіз. Көп жұмысымды, мысалы мен 400 000 зарплата жұмсайтын жерімді осы ChatGPT-дің арқасында қазір ақшамды экономда отырмын ше. Так, Pixel Green Tokens дейді. Вот, файл connect read дейді. Наоборот, файлға қою керек екен, потому что мен файл көшіріп жатырмын. Файл connect read. Дұрыс па? Файл, вот, connect read дейді. Файл connect read, файл comments read дейді. Comments read дейді. Болды. Так, енді атауын берейін. Так, болды, мына токенді копировать етіп аламын да, мен фигмаға қоямын. Міне. И маған қазір енді бұл импорт жасап береді. Негізі өте үлкен, ұзақ жасалатын жұмыстар. Ең басында 5 жыл бұрын бастаған кезде ойбай, күні түні ұйықтамай отыратын бұл сайт жасауға. Қазір мысалы кеше 50 000 сайтын 1-1,5 сағатта жасап жатырмын. Кеше Таиландта жүргенде де 3 сайт жасадым. Соның өзіне мысалы арасында тексттарды өзгерту сондайды қосқан кезде барып 3 сағат созғанда уақыт кетті. Енді таңертең кешкені 3 сағат отырған жоқпын ғой мен. 1-20 минут отырдым, потом 40 минут отырдым. Сөйтіп Таиландта жүргенде мен мысалы 100 000, 150 000 теңге ақша таптым, я. Кеше мысалы дипломдық жұмысқа сайт жасадым, жаңа тапсырдым. Соны жақын 1-2 күнде рилсқа шығарамын. Соны мысалы 3 сағатта жасадым. Тоже 50 000 теңге. Еще тағы главный страницасын дизайнын тағы өзгертіп бересіз ба деп оған бөлек 10 000 теңге берді. Соның өзі 5 жылдық еңбегім. Мысалы мен практикумда үйреткен кезде сол мен 5 жылдық опытымды секіресіздер да. Мысалы 5 жыл мен сияқты сандалып жүрмейсіздер. Тек қиналуларыңыз мүмкін. Наверное, клиент табудан қиналуларыңыз мүмкін. Өйткені қазір кім көп 90% эксперттер клиенттерін через социальный сет табады. Одан кейін барып, социальный сеттен кейін барып, сарафанкамен уже клиенттер келе бастайды біртіндеп. Так, мына жердегі сейв деп қояйық. Бұл блокты мен қазір копировать етіп аламын да. Именно өзіме керек блогын ғана пайдаланамын. Так, дұрыс. Мына жерде артық нәрсенің бәрін өшіріп тастаймын. Көп адамдар негізі фирмада өстіп жасап алады да, көшіре салады. Өте ыңғайлы нәрсе негізі. Так, мынау керек емес. Мынау маған керек емес. Вот, маған керек мына шеті ғана, мына асты керек емес. Так, мыналарда керек емес. Так, мыналарда керек емес. Сонда көтеремін. Рабочий зонамызды осылай қысқартамын. Так, мынау біздің жұмыс істейтін неміз жоғардамыз. Былай қарап тұрсаң, шпицельді жұмыс қолыңыз үйреніп кетсе тез-тез. Мысалы мен қазір автомат жасаймын уже бәрін. Так, міне, мына жерден қараймыз, дизайнымыз біздің қалай болып жатыр. Так, міне қараңыздар, мына жерде менде қалай тұр? Ортада, прямо я. Значит, мынау шеткі линияларға дейін шықты. Мынау бізде компьютерный версия болғандықтан мен бұны қазір
былайынан форматқа ауыстырамын. Ой, мына бәрін выделять етіп үлкейтіп жібердім. Вот рамкасын кішкене мынадай форматқа ауыстырамын, өйткені бұл бізде компьютерный формат. Мынау шеткі осы линиялармен біріктіреміз. Курс кімге арналған? Бұл бізде әрине жоқ, предпоследний блок па? Қайсыны тұрады мен ойлаймын. Вот экстра болтта тұр екен. Әрине біз былай шетке ысырамыз, өйткені біз бәрін осылай шетіне жасап жатырмыз ғой. Мына жақта ортасына қойып қойдым. Ладно. Так, енді қараймыз. Курс кімдерге арналған деп ортасына қойыңдар деп тұр екен. Ладно. Мына жерде 80, ан жақтың қазір қараймын қаншамен мен мысалы мына үлкенді қаншамен жаздым. 80-мен жазыппын. Значит, компьютерный версияда 80 қалады, сотовыйда 30 дейді. Сотовыйда 30 кішкентайымыз екен. Нормально сияқты. Так, 30 дейді. Так, курс кімдерге арналған 30. Мынауымыздың ішінде тұрады, дәл солай. Бұны былай. Фигмаға почему-то сотовый версияны жасап алдым. Бірінші солай жеңіл сияқты ма. Сотовый версияны жасап, сосын негізі бұрын бірінші компьютерный версия жасайтынмын. Қазір почему-то өзіме көбісі телефоннан ашады, ноутбук іздеп отпайтын сияқты. Бірақ бәрібір бұны телефонда жасай алмайсың да. Телефоннан жасай алмайсың. Так, курс кімге арналады? Енді былайнан бірінен бірі тұру керек дейді маған. Так, 01 деген 03, 04 деген жазулардың бәрі бізде қандай шрифт? Семи болт деген. Экстра болт. Экстра болт. Жерге экстра болттың размері. Так, тексттарды мына уровеньге қойайық. Так, бізге енді линия керек болады. Міне қараңыздар, мынау линия. Значит, мына жазуды мен төмен түсіруім керек. Төмен түсіруім керек. Міне. Түсірек. Аха. Мынаны көтереді екенбіз. Бірақ бұл былай қарай жақын тұр екен. Так, вот это. Мынаны просто былай жақындатып қоямыз. И бұған да бір линия қыстырып қоямыз. Так, болды. Так, енді қараңыздар. Менде мынаның бәрі Освальдпен ба, Монтессоратпен жазылған. Монтессорат. Бүйтіп белгілеп бәрін айтамыз не деп. Монтессорат дейміз. Монтессорат дейміз. Так, болды, осылай дайын. Так, мынаны бәрін белгілеп сразу Монтессоратқа ауыстырып қойайықшы. Міне дайын. Так, енді так. Мынадай ой. Так, мына жерде бүйтіп бүйтік. Қосайыншы, сосын артынан тастайық.
көтердім. Қатты қашықтаудан болмағаны дұрыс. Так, енді қараңыздар, жазуды мына линияға қоямыз. Сол кезде кнопкалар былайынан тұр. Сондықтан мына кнопканы ортасына жылжыта саламыз. Чтоб бәрін өзгертпес үшін болды. Так, екіні көтереміз. Мынаумен бірдей болу керек. 2. Аха. Енді 3-ке көтереміз. Потом 4-ке көтереміз. Так, менің эфирімді аяқтауыма 8 минут қалыпты. Давайте, мендегі просто 8-де жұмыстарым бар. Сондықтан сол жерден аяқтаймыз. Так, мынаның скруглениясы бағанадан бері 40 болып жатыр. Сол 40-пен қоя білейін ба? Осылай дұрыс. И кнопкамыз. Кнопкамыз вектор болып қана келеді, бірақ былай сурет болып күшті болып келіп жатыр да. Так, бастаудайым. Бұны мен бағанағыдай сейфпен қоя салам деп ойлап тұрмын. Сейфті көшіре салу керек. Так, ладно, мынаның астын кішірейтеміз. Так, компьютерный версиясы бітті. Енді телефонмен. Так. Мынауымыз 30 болса 40 қылғым деп тұршы. Көрінші 40-пен қалай болады екен. Қатты көзге бұрыс көрмей ма? Шрифтлардың негізгі стандартный размерлер болады. Телефонға осындай жағдай пикселден аспау керек, 20 деген размерден аспау керек деген сияқты стандартный форматтар бар. Бірақ мен кейде андай профи жұмыстар болмаса, көбінде оларға қатты көңіл бөле бермеймін. Бүгін мен что-то интернетім нашар жұмыс істеп тұр. Так, курс кімге арналған? Осы 40 дұрыс сияқты. Мына жердегі де телефонның форматын, мына жерде де мен 40-қа ауыстырғым келіп тұр негізі. Ұзақ болған телефонға сыймай қалма. Жерде сыймайды екен. Жарайды, 35-пен хотя бы қалдырайын. Так, студенттердің кейстары кетті. Енді курс кімдерге арналған, телефонға арналған версиясын жасайық. Так, 80 дегенді осы жерден так былайынан қояйық. Былай қояйық. Так, мына жерге маған не керек екен? Линия 80. Так, жаңадан текст 30, 25 мынау 20 тема көрейік енді. Так, мына жерде бізде тағы бір линия. Мына линияны мына жерге қойсам. Так, именно осы майда тексттарды орнына қойып алайын. Так. Вот, енді так. Енді тексттарды жақындатамын. Так.
осы қатарда қала берсін. Так, мына жерді так бірдей болдыға. Енді бірақ 20 деген мына жерге көп болып тұр. 20, 15 болды сыймайды екен, ойбай, мынау кішкентай. Жаңадан бастаған аналарға. Так. 10. Артында былай жасауға. Ой. Боковойын бүйтіп жылжытуға болады енді. Бірақ 10 деген оқылады ма вообще? Көзге қалай болады екен? Так. Давайте бір көрейік. Қатты мелкий болса да адамдардың көзіне оқуға қиын болмау керек. Так. Так. Нормально сияқты, иә. Мына арт сыртындағы мен үлкейтсем болады екен. Үлкейтсем болады екен. Мысалы, негізі мына линиядан шығып кеткен кезде кейбір телефондарда ол көрінбейді. Көрінбей қалуы мүмкін. Сондай вероятность бар. Сондықтан мына жазуды, наверное, чуть-чуть 80 емес бір 50-ге кішірейтсем. 50-ге кішірейтсем. Сосын мына жазулардың бәрін бері қарай тағы да жылжытсам. Так, былайынан жылжытсам. Осылай чуть жылжытсам. Қатты ұзын болып кетсе де негізі қиын. Мына жазу аналар 13, 4. Бола берсін. Мынау кішкене 12. Қатты кетеді екен. 10. Ладно, қалай берсін. 10. Енді осылай, енді. Так, енді араларын бірдей қашықтықта қойғым келіп тұр. Асты 4 дейді. Аха, 4. Ладно, енді келесіне кеттік. Так, мынау бізде 50. болды. Так. Осы ішкі линияға жабыстырайық. Так, 2. Бізде мынау болды 14. Мынау болды 10. Аралары 4. Жақындатамыз. Так, мыналар бізде қай неде тұр? 96. 96. Осы размерлерге қарап отырсаңыздар, тексі шатаспайсыздар. Өзі спокойно. Өзі спокойно настраивать етіледі. Ауадан ойлап табудың қажет жоқ, осылай қоя бересіздер. Так. Мынаның өзі қай линияда тұрмыз міне. Басасыздар да данныйын қарайсыздар. 81 дейді. 81 тұр, значит, чуть көтереміз. Так, мынаны жазуды көтереміз. Так, болды. Енді 3-ке кеттік. 3-ке кеттік.
5 7 мә 12-ден кетті. Маған асығу керек. Жоғары көтереміз. 14 10. Мә қыздар, бүгін мына сайтты бітіріп, наконец-то мен таргетқа қосам деп қуанып тұрмын бар ғой. Так, мыналардың бәрі 96. Дұрыс па? Иә, 96. Және аралары 4 болады. Так, аралары 4 болады. Болды. Бір жоғарға қоямыз. Былай тұрған дұрыс сияқты. 3 осылай дұрыс сияқты маған. Жерде де сондай. Так, болды. 3, енді 4. Осы блокты аяқтайық та, эфирді аяқтайық. Келесі кірген кезде мен эфир емес, наверное, ютубқа запись жазып қоям. Сол жақтан көре алатын боласыздар. Солай жасаған жақсырақ сияқты. Арасында өстіп дизайн жасағанда инстаграмға шығып тұратын болам. Осы жерден менімен бірге көріп отырсаңыздар болады. Так. Негізі бірге қайталап отыру, мне кажется, кішкене қиындау. Кішкене бір эфирді көріп алып, сосын барып қайталасаңыздар негізі жеңіл болады. Ой, так, неше еді? Даже 81. 81. Так, сендер эксперттерге 14 10 и аралары бізде 4. Просто көтеріп так қоямын. 96. Так, все болды, мә, ура. Наконец-то сайтым шығады деп қуанып отырмын ше. Сапожник без сапогов. Өзінде сайт жоқ, жұрттың бәріне практикумдарын, курстарын сатуға сайт жасап берем. Бірақ постоянно өзіме как-то қолым жетпей жүрген. Вот курс кімдерге арналған. Ой, астындағы серием кішкентай болып қапты, созамыз. Нормально шықты мына жерде.
разбираться етеміз онда. Потом разбираться етеміз. Save. Так, давайте осы жерге дейінгі эфирді ютубқа саламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Эфирдің жалғасын келесі жасаған кезде сіздерге қосып қоям, чтобы сіздер соны қарап отырып менімен бірге өздеріңіздің негізі сайттарыңызды жасай аласыздар. Осының өзін мысалы мен ақшаға жасап беріп жүрмін ғой. Сондықтан имейте в виду, осындай тегін эфирмен өздеріңізде қайталап жасай аласыздар. Так, мынау келесі импорттаған файлдарымды дайындап қойып жатырмын. Келесі неге, чтобы отқан кезде тез жасай салатын. Бүгін что-то интернетім менің слабый. Бұлай қатпайтын, қатып қалатыр. Ютубтың ссылкасын, сабақтың ссылкасын сіздерге беретін боламын. Историядан алсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, ұялмай маған историяға, дайректке жазыңыздар. Өзім жауап беретін боламын. Сағат 1-де ұлым келеді садиктан. Бітті, содан кейін дым істей алмайсың. Тамақтың өзін елі зорға істейсің. Сондықтан обедке дейінгі уақыт менде осындай жұмысқа жағдай акцент қоятын уақыт. Сондықтан көп сұрақтарыңыз болса, сол уақытта жазсаңыздар, мен сіздерге жауап бере аламын. Так, эфир бітті. Кездескенше кешке.